Бұл күндері тәрбиені тізгінге алып, тәрбие бағытында бірнеше жұмыстар қолға алынып жатыр. Бүгін соның жарқын көрінісі біздің ауданның аға буын өкілдері, яғни білім саласында ұзақ жыл жемісті еңбек еткен әжелеріміз осы аудандық музейде жиналып отыр. Оның негізгі мақсаты бізде облыс әкімдігі білім басқармасының тапсырмасымен әжелер ертегілеріне саяхат атты танымдық сағаттарының іс-шаралар жоспарын әр аудандарда жүргізу бағыты болатын. Соған орай біз біртұтас тәрбие бағдарламасы аясындағы 6 құндылықты негізге алып, сол бойынша әжелеріміз бүгін міне ортамызға өзінің еңбекке, тәртіпке, жауапкершілікке қатысты бірнеше халық ауыз әдебиетінің ертегілерін жинақтап келіп отыр. Міне әжелерімізбен тәрбие жұмысын қалай үйлестіру жолдарын қарастырып, осы әжелердің ертегілерін талқылап, алдағы уақытта біздің өскелең ұрпақтың бойына халық ауыз әдебиетін сіңдіріп, ертегі жырлар мен дастандармен тәрбиелеуді қолға алмақпыз. Шу ауданының білім бөлімінің ұйымдастыруымен біздің ауданда 45 жалпы білім беру мекемелері бар. Сол 45 жалпы білім беру мекемелерінен әр мекемеден бір әжеміз көш бастап келіп отыр. Мына бір үлкен азаматпен кездесу болды, басшы азамат. Сөйтіп атырық, апа, бүйтіп атырық, үндемей тыңдап отырған сіздің суретке түсетін кез болды. Далаға шығып суретке түсейік деп сосын айттым, кішкене кідіріңіз, кіріп қалдым да. Мен мұғалімім дедім, сіз айыпқа бермаңыз, айтайын дедім. Трибунадан сөйлейтін адамдар тіліне сақ болу керек. Қалай болса, сөйтіп атыр ғо. Не деген масқара? Не деген масқара? Соны жөндейтін сізбен біз ешқандай үлкендер, біз үлкенбіз ғой. Жастарға, өзіміздің қатарларымызға жаңағы лебізі наз қылып айтсақ та болады. Не деген жаңылмаңыз деп. Сіз түземесеңіз, біз түземесек, көшті кім түзейді? Сондай нәрселер ойларыңыз болсын. Жаңа 1991 жылы халық алғашқы құрылтай болды. Құрылтай кезінде қалай жарайсың? Менің жолым болды. Сол құрылтайды Қазақстан түгел аралаған кезде Шымкент облысында 10 күн тоқтады ол. Сол кезде мен сол командаға қостым. Сол кездегі бір әңгіме есім. Тұрып сөйлейміз ғой. Столда тұрып сөйлейміз. Сөйтіп бір мойынқұмның қызы соны әлі ұмытпайды. Мен отырып сөйлеймін деп. Атам қазақ дастарханнан ешқашан жоғарды. Соны ылғи айтам, бір лаңды тоса бер дейді. Мен атам сөйтіп айтушы еді, сол ойымнан кетті. Сондықтан мына тәрбиенің бастауы отбасыда. Отбасы сіздермен біздерге байланысты. Қаладағылардың қазір бір естіп жүрмін, жаман әдет шықты. Өз балаларымызды жеткіздік, сөйттік, беттік, енді өзіміз шөбісіміз. Қалай ертең күні оған кім топырақ салып?